Сәлем достар, сіздермен Anime KZ арнасы. Осы видеода баскетболшылар атты ностальгия мультфильмді қысқаша айтып беретін боламын. Видео басталмастан бұрын арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Егер де осы видео көптеген лайк пен комментарий жинайтын болса, мен бұл анимацияның келесі бөлімдерін шығаратын боламын. Ал ендеше тәттілеріңіз бен шайларыңызды дайындаңыздар, мен видеомды бастаймын. Анимацияның басында без компьютер ойнап отырған геймерлерді көрсетумен бастайды. Олар ертеңгі болатын матчқа дайындалып жатқандары туралы айтып та қалады. Кейіннен араларындағы біреу ерекше адамды ойлап тапқандығы туралы айтады. Және де бұл ойыншы 99,9% ең мықты ойыншы болып есептеледі. Осылайша олар оны жүктеуді бастайды. Кейіннен бізге үздік бестік командасын көрсетеді. Сары шашты қыздың аты Уайки, және ол өздерінің келесі қарсыластары компьютер ойыншылары туралы ақпараттар алып жатады. Және ол команданың ойыншыларының өте ақылды және көптеген университеттерді бітіріп шыққандығы туралы айтылады. Кейіннен олар ертеңгі жарыс алаңына келеді. Және де қарсыластарын салтанатты түрде күтіп алуға компьютер ойыншылары келеді. Және де КОМП деп өздерінің командаларының атын айтып таныстырады. Ал қара шашты қыз Мия болса, олардың сирақтарына қарап прикол ұстап алады. Ал топтың капитаны Рейди болса, олардың күлгін киімдеріне қарап ертеңгі ойын оңай болатындығы туралы айтады. Командаластары прикол ұстап жатқанын көрген Уайки өзінің ақпараттарына сүйеніп, ол команданың ешқашан жеңіліс көрмегендігі туралы айтады. Ал Уайкиді көрген компьютер ойыншылар командасы оның мінсіз, яғни айтқанда 99,9% дәрежені иеленетін ерекше ойыншы екендігін түсінеді. Және өздерінің есімдерін таныстыра бастайды. Команда капитаны Эрик Патша, төрт көзді бала Джон, жылқы, бойы ұзын Тим, ол піл, Терри, ол садақшы, және де соңғысы Уәзір Боб. Команда өздерін таныстырып болғаннан кейін Лео дымда түсінбей қалғандығы туралы айтады. Ал Уайки болса, олардың шахмат тақтасындағы фигуралар туралы айтқандығы туралы айтады. Әрі қарай түрі Стив Джобстан ауымайтын компьютер ойыншылар командасының тренері келеді. Кейіннен оның озық технологиялардың шебері және көптеген технологияларды ойлап тапқандығы туралы айтады. Мынауын таза Стив Джобс қой. Әрі қарай Уайки өзінің кумирінің айфонды шығарып және соны ұстап тұрғанын көріп ерекше таңғалысын білдіреді. Ал Стив Джобс болса, бұл өнертабыс өзінің ең жоғары өнертабысы еместігін айтып мақтанып алады. Кейіннен бізге жоғары жабдықталған стадионды көрсетеді. Бұл алаң өте ерекшеленіп жасалынған жоғары технологияларымен жабдықталған алаң болып шығады. Үздік бестік командасы алаңға шығып ойнамақшы болады, бірақ бұл жердегі сұйықтық, яғни айтқанда жерге төгілген сұйықтық оларды жібермей қалады. Ашуланған тренер бұны не екендігін сұрайды, ал Стив Джобс болса, бұл жоғары дәрежедегі магниттік өрістік тақта екендігі туралы айтады. Түрі желеге, яғни айтқанда желіңге ұқсап көрінгенімен, ол аттас зарядтарға қарсы теріс бағытта бағытталады. Мұның барлығын Уайки командаластарына айтып түсіндірген кезде компьютер ойыншылары таң қалып қол шапалақтай бастайды. Компьютер ойыншылар командасы Мияның шашына қарап біраз прикол ұстап алады. Әрі қарай бізге компьютер ойыншыларының тақтаға шығып ойнаған ойындарын көрсетеді. Олар допты өте кәсіби түрде керемет шеберлікпен фычық деп алып сеткіге сала бастайды. Олардың мұндай масқара ойнайтын ойындарын көріп, үздік бестік біраз таң қалып қалады. Ал Мия болса, бір реттілікті байқай бастайды. Ал Стив Джобс болса, осы сәтте телефонын шұқылап отырумен болады. Әрі қарай командалар арасында өздерінің жолдастық кездесуі басталады. Компьютер ойыншылар командасы оларды тіпті дым көрместен ақ шашып тастай салады. Және де барлығы Мияға қырындай бастайды. Кейіннен тренер Панда мен Леоға оларды бақылап жүру, көзден таса қылмау керектігі туралы хабар береді. Олар кетіп қалғаннан кейін қалған команда мүшелері фургонға кіріп олардың ойынын бақылайды. Мия болса, өзінің командаластарына керекті құрал жабдықтарды әкеліп жатқан кезде компьютерлік ойыншылар оған маза бермей телефон
экрандарына түсірумен болады. Ал Тимон мен Пумба болса, Тимон мен Пумбасы емес, Лео мен Панда болса, олардың әрбір басқан қадамын Мияға жеткізіп отырады. Қалған команда мүшелері олардың ойындарын қарап, қандай мықты ойнайтындығы туралы ойланып отырады. Осы сәтте Мия оларға барлығының қарапайымдылығы туралы айтады. Яғни айтқанда, олардың ойнау ұқыптылықтары шахмат тақтасымен бірдей. Мысалға, Терри шахмат тақтасындағы садақшы секілді тек қана қиғаш бағытта қимылдайды. Үстерінде бейнеленген фигуралар секілді Тим, Пел, яғни айтқанда тек қана тіке бағыттарда қимыл жасайды. Команда Уэйкидің ақылдылығына респект лақтырады. Ал Уэйки болса, оларды ұту үшін шахматты дұрыс түсініп алу керектігі туралы айтады. Одан кейін бізде Уэйки өзінің аяқ киімдерді кесіп дайындай беретіндігі туралы айтады. Ал Лео болса, Маяға звондап, олар көліктің алдында бір зат ұйымдастырып жатқандығы туралы айтып береді. Ал Уэйки болса, олардың аяқтарынан аяқ киімдерін жұлып алып, табанын кесіп, оның астына аттас магнитті жабыстыра бастайды. Әрі қарай команда четкий дайындыққа көшеді. Компьютер ойыншылар командасы Уэйкидің құрметіне газировкадан фонтан істейді. Осылайша олар жаңа аяқ киімдерімен ойын алдындағы дайындыққа келеді. Әрі қарай қарсыластарының Мияның суреті бар жездесе киіп келгеніне қарап, олардың қандай фигура екендігін ажырату қиынға түсетіндігі туралы айтады. Осылайша көптен күткен ойын басталады. Ойын басталғаннан кейін тренер оларға олардың қандай позицияда ойнайтындығы туралы айта бастайды. Және осыларға сай әрекеттің арқасында олар допты өз иеліктеріне өткізе алады. Бірақ та олардың ойын үрдісіне қарағанда мықтырақ әрі ұқыптырақ болғандықтан компьютер ойыншылар командасы есепті ашады. Және бірінің үстіне бірін шатырлатып голдарды сала береді. Осылайша бірінші таймда компьютер ойыншылар командасы оларды айқын басымдылықпен жеңіп келе жатады. Команда бірінші таймның демалысында ойланып отырған кезде Уэйкидің ойына бір ой түседі. Жоғары жабдықталған жерде олардың керемет ойнау тәсілдері барлығы оның қолындағы құрылғыға тәуелді екендігі туралы түсінеді. Кейіннен олардың ойына бір керемет идея түседі. Яғни айтқанда, құрылғылардың адамдарға қарсы әлсіз екендігі туралы айтады. Ойын басталған бойдан олар компьютерлердің ақылына сыймайтын неше түрлі әдістер арқылы компьютерлерді қатыра бастайды. Осылайша үздік бестік командасы алдыға шығады. Неше түрлі әдістерді пайдаланғанымен ешқандай компьютерлік жабдықтар оларға көмектесе алмай қалады. Ешқандай қозғалыс жасамастан олардың компьютерлік бағдарламаларын қатыртып, ақыры аяғында қудыртып жіберетіні бар емес па? Осылайша амал жоқ, олардың тренерлері оларға таза ойнау керектігі туралы айқайлап ескерте бастайды. Әбден компьютерге үйреніп қалған ойыншылар олар тіпті шынайы өмірде допты қолдарына ұстап та ойнап көрмегендігі туралы білініп қалады. Және де тренер болса Стив Джобсқа қарап ешқашан технология адамды басып озбайтындығы туралы айтады. Және өзінің командасына соңғы очконы салу керектігі туралы айтады. Және де соңғы секундта салынған голдың арқасында үздік бестік командасы алдыға суырылып шығады. Ойыннан кейін Стив Джобс олардың мықты команда болғандығын және де әлі жеңіліс көрмегендері туралы айтып, оларды мақтайды. Және әсіресе Уэйкиді асыра мақтап, оған өзінің құралғысын сыйлыққа береді. Және үздік бестік командасы әрі қарай келесі сапарларына аттанады. Осылайша біздің анимациямыз аяқталады. Видео ұнаған болса, арнаға тіркеліп лайк қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Anime KZ арнасы келесі видеода кездескенше.